4 гол соғуға болатын шығар. Өйткені алаңға кірген ойыншылар ойнағысы келеді. Дәл солай Калиджури, пенальти қайда? Пенальти жоқ. Калиджури сұрады, бірақ пенальтиді сұрамаған балаға білесіздер, сүт жоқ. Және Калиджуриге де пенальти жоқ қазір. Бірақ ол сұрады. Финонченко бұл нағыз Шахтерге берілген футболшы десек болатын шығар. Райан Гиггс Манчестерде 20 жыл қалай ойнаса, бұл футболшыда тура сондай сенімділікпен, сондай бір берілгендікпен бір өнер көрсетуде. Қарағандылық Шахтер сапында қаншама футболшы ауысты, қаншама бапкер ауысты, тіпті қаншама директор, қаншама клубтың әкімшісі, жай ғана еден жуушысы да ауысты, бірақ Финонченко ауысқан жоқ соңғы бір 15 жылдың ішінде. Міне, осындай бір мысалмен келтірсек болатын шығар. Бұл футболшының демек Қарағандылық Шахтердің символы десек болатын шығар. Бұзған екен, я. До конца соңына дейін ойнағысы келген екен. Қазір ойыншы шында да қазір алаң жиегінде жанкүйерлердің айқайлап жатқандығында естідік. Дәл осылай соңына дейін ойнаңдар дегендей. Әлбетте мұндай жағдайлар жанкүйерлердің де делебесін қоздырып отырғандығы түсінікті. Кападзе мінеки 2-1 ойыншының ортасынан өтіп кеткісі келген. Жігіттер ұстап отыр шын айтқанда қазір. Көбірек шабуылдамас үшін. Және Давыдов! Гол! Керемет гол! Қазір кім баспен ұрған? Керемет біреу. Давыдов, айттым ғой. Бұл футболшы өзінің 10 соққан голдың 6-ауын баспен ұратын футболшы. Және бүгін жарақаттан көз ашпай кететін болды. Снайдердің қолында алмады қазір. Өте ренжулі. Көрейік қазір қайтылудың. Иә, қазір байқатпай құлап жатқан футболшы бір теуіпті. Осындай да болам енді. Ешқандай да адамгершіліктің адамгершілікке жатпайтын дүние, әрине. Бейне қайтылудан анық көрініп тұр. Бөлек екеуі түк қатысы жоқ шабуылға. Доп басқа жақта, бұлар екеуі бір-бірімен тұяқ серіп тепкілесуде. Жас баланың әңгімесі бұлай қарап тұрсаңыз, бірақ екеуі де 25-тен асқан бір үйдің, бір отбасының отағасы болып жүрген азаматтар. Драгба әрине футбол әлемінде көп нәрсе жеңген жоқ, бірақ дей тұрғанмен де футбол тарихында жанкүйерлердің жадында бір шама уақыт қалатындығы сөзсіз, өйткені оның спорттық ғұмыры өте қызықты. Францияның екінші лигасында, 28 жасында екінші лигасында ойнап жүрген футболшы қалай 3 жылдан кейін чемпиондар лигасын жеңеді? Енді шамамен 4-5 жылдың ішінде қалай чемпиондар лигасын жеңеді? Мінеки осы мәселе. Қалай ол ағылшын премьер лигасында қатардан 2 жыл чемпион болады? Мінеки осы мәселе бізді ойландырады, толғандырады. Яғни талант ашылуы сәл кейін болды. Ал егер Драгба 19 жасынан бастап Мауриньоның қолына түскенде ше, жолғы әлде ағылшын премьер лигасында ең болмаса бір Саутгемптонның құрамына алынғанда ше, онда не болатын еді? Онда жағдай басқаша болатын еді. Әрине бұл футбол, бұл өмір, сондықтан да түрлі нәрселер келеді.